Баршаңызға сәлем, денсаулық арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге табандағы белсенді нүктелер арқылы аурудан қалай айығуға болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Аяққа күні бойы күш түсетіндіктен қатты шаршайды. Кешкірім уақытта, әсіресе биік өкшелі аяқ киімді ұнататын әйелдер қауымы аяқ шаршауынан зардап шегеді. Осындайда табан массажы аяққа түскен ауыртпалықтан арылтуға көмектеседі, және оны тек сол үшін ғана жасамау керек. Рефлексология қағидаларына сәйкес, аяқ табандарында ағзаның дұрыс жұмыс жасауына жауап беретін негізгі нүктелер орналасқан. Аяқтарды уқалау сияқты қарапайым әрекет дененің әртүрлі мүшелеріндегі ауру туралы ұмытуға көмектеседі. Айрықша аймақтарға әсер етудің арқасында ішкі органдарға қан ағыны келіп, денсаулыққа қатысты көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Аяқтарда орналасқан жүйкелер сауығудың маңызды құралы. Қиыр шығыстық медицинада табан және саусақ массажы барлық аурудан құтқаратын әмбебап дәрі ретінде саналған. Мұндай процедураны кешке жасай отырып, күш ағынын сезінумен қатар, түнгі ұйқыдан толыққанды демалып, таңертең сергек оянуға мүмкіндік береді. Бұл тек қана тәнге ғана пайдалы терапия емес, ол жанға да өте жағымды әсер ететін терапия болып табылады. Аяқ массажын жасаудың белсенді нүктелері. Егер аяқтың ұштарын уқаласа, бас ауруынан құтылып, ми қызметін жақсартуға болады. Үлкен бақайдың айналасы мойын ауруын жазуға көмектеседі, тек қана белсендірек уқаласаңыз болғаны. Табанның ортаңғы жағын уқалау өкпе ауруымен күресуге көмектесіп, демікпедегі патологиялық жағдайды жеңілдетеді, ентігуді басады. Үлкен бақайдан аздап төмен орналасқан аймақты уқалап, сіз жүрек қан тамырлары жүйесін қорғай отырып, жүректің еш шалыссыз жұмыс істеуін қамтамасыз етесіз. Табандағы дөңестің ішкі жағын уқалау бауырға түскен күштен арылтып, ауру сезімінен құтқарады. Өкшені жақсылап уқаласаңыз, беліңіздің ауырғаны тыйылады. Құрметті достар, мінекей сіздер табандағы белсенді нүктелер арқылы аурудан қалай айығуға болатынын білдіңіздер. Егер де видео пайдалы болса, ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеліп, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып кетіңіздер. Алда әртүрлі пайдалы, қызықты ақпараттар ұсынатын боламын.